Құрметті ағайын, біз жуықта ғана таза қала жобасын сіздерге таныстырып, жүзеге асыра бастадық. Оны қолдаған қаламыздың әрбір тұрғынына алғысымды білдіргім келеді. Уәде бергеніміздей, тұрмыстық қалдықтарды өңдеу зауытын дер кезінде іске қостық. Зауыт 1,5 айдың ішінде 10 тонна пластик, қағаз және металл қалдықтарын іріктеп өңдеді. Мектептерде қоршаған ортаны күтіп ұстау және қоқысты бейберекет шашпау тақырыбында арнайы сабақтар өткізіле бастады. Өскемендік оқушылармен кездесіп, олардың қоқыспен күресу жайындағы жобаларына дән риза болдым. Мұндай жастары бар қаланың болашағы да жарқын. Еліміздің ертеңі үшін жұмыс істей алатын мықты буынның өсіп келе жатқаны әрине қуантады. Енді қаланың тазалығынан бөлек барлығымызды алаңдататын тағы бір мәселе бар. Ол біздің жолдарымыздың сапасы. Бұл мәселені шешу үшін арнайы жоспар дайындадық. Президентіміз жолдардың сапасы туралы үнемі айтып келеді. Алдыңғы жылдарды есептемегеннің өзінде биылғы 2022 жылдың ішінде біз қаламыздың 36 көшесіне толық жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Әрине, бұл Өскемен үшін үлкен көлем емес шығар, бірақ біз ең алдымен бюджет мүмкіндіктеріне қараймыз. Биыл біздің команда жолдарды жөндеу бойынша көп және қарқынды жұмыс атқарды. Ерте көктемнен бастап Қабанбай Батыр, Крылов, Энтузиастар, Красин, Стахановская, Дружба народов, Интернациональная, Қалихан Ысқақ, Қазақстан көшелерін және Кішіті маңайындағы жолды бастап, жаздың аяғында бітірдік. Сонымен қатар Меновное, Ахмер кенттерінде де жаз кезінде жолдар жөнделді. Красина кенті мен 22 шағын аудандарда да бірнеше көшелер жөнделді. Жыры бітпей келе жатқан Космическая мен Мостовая көшелерінде жөндеп аяқтадық. Естеріңізде болса, 4 жыл бұрын біз орталық көшелерде шұңқыр бітеу әдісінен бас тартып, жолдарды түбегейлі жасап шықтық. Осы ретте Назарбаев, Сәтбаев даңғылдары, Қабанбай Батыр, Славский, Протазанова, Шәкәрім, Бажов, Астана, Потанин көшелерінің кеңейтіліп, толық күрделі жөндеуден өткенін айта кетуіміз керек. Аталған көшелердің қандай қырық жамау жағдайда болғаны естеріңізде шығар. Қазір тақтайдай тегіс, сапалы және әдемі көшелерге көзіміз үйреніп келеді. Сапалы дүниенің осындай болуы міндетті де. Сондықтан қаламыздың көшелерін көркейте түсуге қолда бар күшімізді толық салатын боламыз. Айтпақшы, халық арасында әкім өзінің жүретін жолын ғана жөндейді деген қате пікір бар. Қай көшенің жөнделетін комиссия шешеді. Орталық көшелер мен даңғылдар неге бірінші кезекте жөнделеді? Себебі ол жолдарда қоғамдық және басқа да көліктер көп жүреді. Алдағы уақытта осы комиссия жұмысын әлеуметтік желідегі жеке парақшам арқылы сіздерге міндетті түрде көрсетіп отыратын боламын. Келесі жылы комиссия шешімі шыққан соң, кептеліссіз қала жобасының аясында жолдарды жөндеп, инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруды ары қарай жалғастыра беретін боламыз. Бұл уақыт талабы. Себебі бүгінгі күннің өзінде Өскемен қаласында 124 мың отбасында 226 мың көлік бар. 4 жылдан бері кептеліссіз қала бағдарламасы аясында біраз көшелер кеңейтіліп, қала айналасындағы жаңа даңғылдар құрылысы аяқталып келеді. Жаңадан салынған 56 оң жақты өтеу бұрылыстар көлік жүктемесін айтарлықтай азайтты. Осының арқасында автокөлік иелері күнделікті қала ішінде еш кептеліссіз, кедергісіз жүйткіп жүр. Шаһардағы автокөлік саны қалай өсіп келе жатса, біз де солай жолдарды жетілдіріп, кеңейтіп бір қадам алға жұмыс істеп келеміз. Өскеменнің еліміздегі көлік кептелісі проблемасын шешкен санаулы қалалардың бірі болып саналатыны да сондықтан. Осы қарқынды алдыңғы уақытта да жоғалтпаймыз. Жоспардағы жұмыстар жалғастыра береміз. Тағы бір мәселе көктемдегі жол шұңқырлары. Бұл Өскемен қаласының қатаң және құбылмалы климатының әсері. Біз одан қашып құтыла алмаймыз. Сондықтан келесі жылдың көктемінде 100 күннің ішінде 10 мың шұңқыр челленджін бастаймыз. Осы орайда сіздердің көмектеріңіз аса қажет. Қала тіршілігіне бейжай қарай алмайтын адам ретінде көшеңіздегі шұңқырларды суретке түсіріп, мекен-жайын Telegram каналға жіберсеңіз болды. Біздің коммуналдық қызметтер олқылықты бірден түзетуге күш салады. Қадірменді ағайын, жұмыла көтерген жүк жеңіл. Бірігіп жұмыс істесек, біраз мәселені шешетіміз анық. Ісімізді қолдап, жобаларымызды жүргізуге, қаладағы мәселелерді шешуге атсалысып жатқан әр қайсыңызға алғысымды білдіремін.